Сәлеметсіңдер ме, балалар? Екінші жартыжылдықта біз сендермен қазақ тіліне тән әріптер мен дыбыстарды таныдық. Со второго полугодия мы с вами начали знакомство со специфическими звуками, буквами казахского алфавита. Қазақ тілінде барлығы 42 әріп, 40 дыбыс бар. Қазақ тіліне тән дыбыстар 9. Всего в казахском алфавите 42 букв и 40 звуков. Специфических, свойственных только казахскому языку 9. Бүгін біз қазақ тіліне тән дыбыстарды қайталаймыз. Сегодня мы повторим специфические звуки, буквы казахского алфавита. Қазақ тіліне тән дыбыстар мен әріп таңбаларын қайталайық. Дауысты жіңішке дыбыс. Мягкий гласный звук. Дыбысы. Дәптер, әтеш, әже, әке сөздерінде кездеседі. Сөздерді тағы да бір қайталап өтейік. Дәптер, әтеш, әже, әке. Дауысты жіңішке дыбыс. Гласный, мягкий звук. Дыбысы. Өрік, төрт, көк, өзен сөздерінде кездеседі. Сөздерді тағы бір қайталайық. Өрік, төрт, көк, өзен. Дауысты жіңішке дыбыс. Гласный, мягкий звук. Дыбысы. Үстел, үй, сүт, күн, үш сөздерінде кездеседі. Сөздерді тағы бір рет қайталаймыз. Үстел, үй, сүт, күн, үш. Дауысты жуан дыбыс. Гласный твердый звук. Дыбысы. Он, жұлдыз, сұр, ошақ сөздерінде кездеседі. Слова проговариваем еще раз. Сөздерді тағы бір қайталаймыз. Қ. Дауыссыз
Қатаң дыбыс. Қ. Согласный глухой звук. Қ дыбысы. Қасқыр, қалам, қара, қарындаш сөздерінде кездеседі. Сөздерді тағы бір рет қайталаймыз. Ребята, повторяем слова еще раз. Ғ. Дауыссыз ұян дыбыс. Ғ. Согласный звонкий звук. Ғ дыбысы. Ғарышкер, ғарыш, ағаш сөздерінде кездеседі. Сөздерді тағы бір рет қайталаймыз. Повторяем слова еще раз. Ың. Дауыссыз үнді дыбыс. Ың. Согласный сонорный звук. Ың дыбысы. Бәтеңке, қоңыр, шаңғы сөздерінде кездеседі. Ың дыбысы сөздің ортасында немесе аяғында кездеседі. Звук ың встречается в словах в середине или в конце слова. Балалар, сөздерді қайталаймыз. Ребята, повторяем слова еще раз. Дауысты жіңішке дыбыс. Мягкий гласный звук. Дыбысы. Кітап, бір, піл, ілгіш сөздерінде кездеседі. Сөздерді қайталаймыз. Ха. Дауыссыз ұяң дыбыс. Ха. Согласный звонкий звук. Ха. Айдахар, гаухар, жиһаз сөздерінде кездеседі. Балалар, сөздерді қайталаймыз. Балалар, қазақ тіліне тән дыбыстарды тағы бір рет қайталап көрейік. Ә, ғ, ө, о, ха, қ, ың, Қазақ тіліне тән дыбыстарды өздігінен айтып көр. Произнеси специфические звуки казахского языка самостоятельно.
Балалар, бұл дыбыстарды адамдардың есімдерінен де кездестіруге болады. Ребята, мы слышим эти звуки в именах людей. Гаухар, үміт, әділет, қаһарман, қанат, өмірбек, әлия, ұлан, жұлдыз, қайрат, әмір, мұрат, мәди, әмина. Балалар, енді біз тапсырма орындаймыз. Мына әріптерді екі үйге орналастыру қажет. Ребята, теперь мы выполним с вами задание. Эти буквы надо распределить в 2 домика. Қызыл үйде дауысты дыбыстар тұрады. Көк үйде дауыссыз дыбыстар тұрады. В красном доме живут гласные звуки. В синем домике живут согласные звуки. Давайте подумаем и попробуем распределить эти буквы. Ойланып көрейік. Балалар, бұл тапсырмада қандай әріп жоқ, соны анықтаймыз. Ребята, мы в этом задании определяем, какая буква пропущена в этих словах. Бұл тапсырмада бұл не, бұл кім сұрағына жауап береміз. Қазақ тіліне тән дыбыстарды дұрыс айтамыз. Және де бұл сөздерде қандай дыбыстарды естиміз? Тапсырманы тексерейік. Проверим задание. Бұл не? Бұл өшіргіш. Бұл кім? Бұл ғарышкер. Бұл кім? Бұл ата. Бұл кім? Бұл оқушы. Бұл не? Бұл дәптер. Бұл не? Бұл кәмпит. Бұл не? Бұл сәбіз. Бұл не?
Бұл қоян. Балалар, бүгін сабақта біз қазақ тіліне тән 9 дыбысты қайталадық. Алдыңғы уақытта осы дыбыстарды дұрыс айтып жүрейік. Ребята, сегодня на уроке мы повторили с вами специфические звуки казахского языка. Балалар, осымен біздің сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.